сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде қонақта Қостанай қаласы нөмір 18 мектеп гимназиясының қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі, Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері, педагог шебер, NES халықаралық ғылыми практикалық конференциясының қатысушысы, Қостанай қаласы педагог шеберлік орталығының тренері, авторлық бағдарлама сараптамасының республикалық деңгейдегі сарапшы. Айтып берші Айдары атты авторлық жұмысы республикалық оқу әдістеме кеңесінен өткен үздік педагог 2025 байқауының жеңімпазы әріптесім Сергазина Зейнегүл Жұмадиловна. Зейнегүл Жұмадиловна, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Енді бір алғашқы сұрағымды қойып кетейін. Осындай педагогикалық жолыңыз қалай басталды және мұғалім болуға не түрткі болды? Рахмет сұрағыңызға. Мен өзімнің педагогикалық жолымды 1993 жылы Қостанай қаласы педагогикалық колледжіне оқуға түскеннен басталған еді. Яғни мұғалім болуға не түрткі болды деген сұрағыңызға, әрине мектеп қабырғасында жүрген кезінде әрбір оқушы бір ұстазға еліктейді. Сол кездегі менің өзімнің қазақ тілі қазақ әдебиеті пәні мұғалімдері Ұмытқан Қуанышбаевна, Бақытжамал Абдуловна деген кісілерді есіме алып, солардың еңбегіне, солардың жұмыстарына тәнті болдым деп айтуға болады. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Екінші сұрағым, қызмет жолыңызда ең есте қаларлық қызықты сәттер қандай болды? Яғни мен жаңа айтып отырмын ғой, 93 жылы оқуға түстім, одан кейін 1996 жылы осы Қостанай қаласындағы осы 18 мектептің мұғалім тарапынан ең алғашқы қадамын басқан. Өзімнің педагог ретінде қалыптасуыма осы нөмір 18 мектепті айтатын едім. 1996 жылы 1 сентябрьде жұмысқа қаланғаным, ол кезде Отто Оттович мектеп директоры мені жұмысқа алған болатын. Енді менің осы педагогикалық өмір жолында есімде қалатын сәттер әрине көп деп айтуға болады. Өйткені 96 жылдан бері әртүрлі конкурстарға қатысып келе жатырмыз. Одан кейін балалардың жетістіктері бар. Дегенмен де менің жүрегімнен орын алатыны ең бірінші, яғни өткен жылы 2024 жылы Ыбырай Алтынсарин төсбелгісі және биылғы үздік педагог байқауын жеңімпазы болып, сертификатты төсбелгіні Жұлдызай Сүлейменова жаңа министрдің қолынан алған, әрине мен үшін есте қалатын сәт деп айтар еді. Рахмет жауабыңызға. Енді келесі сұрағым осындай, сіз үшін мұғалім мамандығының ең бағалы жағы қандай? Жақсы, сұрағыңыз түсінікті болды. Әрине педагог болу, мұғалім болу, бұл жүректің қалауы бастысы, иә? Енді бұл жерде қандай бағалысы қандай деген кезінде бізге үкіметіміз көп жағдай жасап отыр мұғалімдерге. Мысалы, педагог мәртебесі бар, біз жылы жерде жағдай жасалған ғимараттарда жұмыс жасаймыз. Енді мен үшін педагог жолындағы бағалы не деген сөзімізге ең бірінші баламен жұмыс. Бағалысы баламен жұмыс істеу арқылы сабырлыққа, шыдамдыққа, төзімділікке, одан кейінгісі ізденімпаздыққа үйретеді. Және мұғалімнің болудың тағы да бір бағалысы, ол үздіксіз білім ала отырып, сіз бір орында емес, сіз әрқандай өзіңізді жетілдіру үшін жұмыс жасайсыз. Соныспен бағалы деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Енді сабақ барысында осындай қазір заманауи технологиялар көп, өзіңіздің жеке сабақ барысыңызда қандай инновациялық технологияларды қолданасыз? Және сол технологиялар арқылы оқушылардың жүрегіне қандай бір өзінің жеке тұлға ретінде қалыптасуына қандай жұмыстарды қалыптастырасыз сіз? Қандай үлес қосып отырмын? Қазіргі сіздер білесіздер, бәріміз білеміз.
2025 оқу әдістемелік нұсқаулы хатында біз жасанды интеллект бар, одан кейін инновациялық технологияларды қолдану әрине ол педагогтардың міндеті. Енді жаңағы сіздің сұрағыңыз қандай инновациялық технологияларды қолданасыз дегенге, әрине барлығымыз технологияларды қолданамыз, бірақ ішінен айтып кететін болсам, қазір осы соңғы аптада жиі Padlet, өйткені балалар өздерінің жұмыстарында көреді, басқа жұмыстарға өз пікірлерін де бере алады, яғни шынайы ашық Padlet тақтасымен жұмыс жасаймыз. Ал мұғалім ретінде күнделікті жұмыс барысымызға мен Canva'ны айтар едім, өйткені Canva'ның мүмкіндіктері өте зор, өйткені оның ішінде бағалы парақтары бар, оқушыларға жасайтын, оның ішінде біздің әрине БЖБ-мыз, ТЖБ-ларымыздың бары осында жасап, және видеоларды бір слайдтан екінші слайдқа көше бермей, осы Canva арқылы слайдыңызды да, видеоңызды да, немесе жаңағы комиксіңізді осы Canva'да құрастыруға болады деп айтуға болады. Әрине сабақтарды қорытындылау барысында жаңағы learning apps, одан кейін айта берсе шегі жоқ қой, жаңа технологияларды міндетті түрде қолданамыз, бірақ осы инновациялық технологияларды қолдана отырып, біз оқушының бойында не қалыптасамыз деген сұрағыңызға мен айтар едім. Біз тек қана жаңа технологиялармен шектеліп қалмауымыз керек, және сол технологияларды қолдана отырып, бала бойындағы ең бірінші адами қасиеттерді, одан кейін баланың бойында жауапкершіліктерді қалыптастыруды мен бірінші орынға, бірінші қою менің мақсатым деп ойлаймын. Себебі біз баланың бойында оқушы моделін құрастыруымыз керек. Ал оқушы моделі деген не? Оқушы моделі дегеніміз әрине біздің адал азамат концепциясы, бағдарламасын біз сабақ үдерісінде қалыптастырамыз. Мысалы, топтық жұмыстарында, жеке жұмыстарында, жұптық жұмыстарында осындай жауапкершілік, еңбек етуге, өзінің жолдасына көмектесуге деген сияқты құндылықтарды баланың бойына сіңіру әрбір педагогтың міндеті деп ойлаймын. Өте жақсы, керемет жауап. Зейнегүл Жұмаділовна, бері айтып жатсыз, қаншама заманауи технологиялардың түрін біздің жас мамандарға алтын сырға деп ойлаймын. Ал енді келесі сұрағым, осындай оқушылардың жетістігін қалай қадағалап, оларға қалай мотивация бересіз сабақ барысында, және құндылықтарды қалай үйретесіз, немесе бала бойынан қалыптастырасыз? Баланың, мысалы, жетістікке жету деген мотивациясы әрине бала қандай да бір байқауға қатысу үшін бірінші өзінің ниетіне байланысты болу керек. Баланы сіз сен қатысасың, сен оқисың, баланы мәжбүрлеу керек емес сияқты. Өйткені балаға сосы конкурсты қызықтырып айтсаң, немесе бала конкурсқа қатысқаннан кейін оны оқушылардың алдында үлгі ретінде дипломдарын, грамоталарын марапаттасаңыз, және әрине мұғалім тарапынан өзінің оқушым болғасын әрине тәтті деп алып бере алам оқушыларыма. Одан кейін бала байқауларға, немесе олимпиадаларға қатысады, егер сіздің сабағыңыз қызықты, тартымды болса. Өткенде бір ата-анаммен кездестім. Ата-анам да, ол да өзім сияқты қазақ тілі, қазақ әдебиетінің мұғалімі. Сонда сұрайды, айтады, мен балам үйге келген кезінде баламнан сұраймын дейді да, бүгін сабақта не өттіңдер, қандай қызық әдіс тәсілдерді оқыдыңыздар деген кезін, менің қызым дейді, барлығын айтып береді дейді. Бүгін былай істедік, мынандай қағазға мынандай жаздық, сосын біз қалай тұрып, бүкіл қадамдарын айтып береді дейді да, сол баламның айтқан қадамымен өзімнің жұмысында қолданған кезінде әрине қызықты болады дейді. Сонда ең бірінші айтпағым, қалай мотивация бересіз, ең бірінші сіздің сабағыңыз қызықты, тартымды болу керек деп ойлаймын. Сонда ғана біз олимпиадаға да қатыса аламыз, сонда біз байқауға да қатыса аламыз.
Ал енді келесі сұраққа кезек берейік. Байқауға қатысу шешімін қалай қабылдадыңыз? Қандай мақсат қойдыңыз? Яғни біз педагог болғаннан кейін әртістер сияқты өз-өзімізге есеп беру керек деп ойлаймын, иә. Сондықтан да мен осы үздік педагог байқауына мен бірінші жыл емес, екінші жыл қатыстым. Бірінші жылы сәтсіз аяқтап, өйткені менде түсінбейтін сұрақтар көп болды ішінде, иә. Содан кейін соларды зерттедім, соларды меңгеріп барып, биыл мен қатысам, мен орын алам деп өзім шешім қабылдадым. Және мен түсіме аян берді деп айтсам да болады, иә. Мысалы, мен түсімде осы конкурсты қалам деп қатысам деп бүкіл критерийларын қағазға басылған принтерға, сөйтіп әрбір критерийлары былай бояп отырып, менде мынау критерий бар, мынадан мен осынша балл аламын деген сияқты белгілеп отырдым. Ең соңында өзімнің санауым бойынша шықты балл, иә. Одан кейінгісі, жаңа айтып отырмын ғой, түсімде енді адам болады ғой, күні бойы осы байқауды ойлайсың, немесе қағаздармен жұмыс жасағансың, түнде ұйықтаған кезінде бір керемет түс көріп, яғни қатыс, қолынан келеді деген сияқты, иә. Сол аян берді деуге болады. Сонымен Алланың қалауымен үздік педагог атағын алдым. Яғни біздің Қазақстандағы әрбір педагог үздік болуға лайықты. Өйткені байқаулар, 514-ші бұйрыққа негізделген байқаулар бар. Одан кейінгісі балалардың жетістігі бізде бар. Одан кейін авторлық жұмыстар дейді, ол біздің әрбір педагогтың алдында қойып, оны аттестация кезінде өту барысында да ол критерийде бар. Яғни неге қатыспасқа? Иә, қатыстым. Яғни қандай артықшылығы бар деген сұрағыңызға бірінші мені үздік осы 96 жылдан бері жұмыс істеп келе жатып, қаншама жұмыс өтілім бар, өз-өзіме есеп бергім келді. Ең бастысы, осындай үлкен ауқымды байқауға қатысып, өзімнің орнымды, өзімнің кім екенімді анықтағым келді. Өз-өзіңізге дәлелдегіңіз келді? Өз-өзіме дәлелдегім, иә, дұрыс айтасыз, өз-өзіме дәлел, өйткені айтады ғой, біреудің алдында біреуге есеп беру міндетті емеспіз ғой, дегенмен де өз-өзіме мен не үшін жұмыс жасап жатырмын, мен өзімнің туған балаларыма, немесе өзімнің оқушыларыма қалай үлгі бола аламын деген. Өйткені менің өзімнің балам да болашақ педагог болып жұмыс оқып жатыр, иә, соған да мен үлгі болғым келді. Одан кейінгі осы конкурстың артықшылығы ол қомақты қаржы жағынан. Сол жағынан әрине. Материалы жағынан дейсіз. Иә, материалы жағынан өте керемет. Сондықтан да мен жас мамандарға ғана емес, барлық әріптестеріме, барлық педагогтарға осы байқауға қатысыңыздар, өздеріңіздің жемістеріңізді көріңіздер, сіздер лайықтысыздар деп мотивация бергім келеді. Жақсы, рахмет. Енді Абай атамыз айтқандай, ұстаздық етпен жалпас, үйретуден балаға демекші. Көптеген сіз айтып отырсыз ғой жаңа, көптеген сізде сәтсіз кезеңдер болды. Ол сәтсіз кезеңдерге мойымай, ары қарай да жүре бердіңіз. Жаңағындай осындай жалықпай жұмыс еңбек етудің арқасында осындай үлкен дәрежеге жетіп отырсыз. Енді байқауға оралатын болсақ, жалпы байқаудың қандай артықшылықтары бар, және дайындалу кезеңі қаншалықты қиын болды сіз үшін? Жаңа артықшылығын жаңағын айтып кеттім, иә. Ең біріншісі, жаңағы бір педагогтарға ақыл кеңес ретінде қандай да бір байқауға қатысу барысында ең бастысы, яғни ережесінің ішіндегі критерийларға өте басты назар аудару керек, иә. Жаңағы қандай қиындық болды деген кезінде біз бұл бір жылдық еңбектің нәтижесі емес, бұл деген көп жылдан
тәжірибеңмен тәжірибеңді бөлісе отырып, сол тәжірибеңнің нәтижесі деп. Осы жерде мен айтқым келеді, педагог болдым, толдым деп бір орында қалмау керек. Яғни сіздің егер биыл үздік педагог атанбасаңыз, сіз келесі жылы неге атанбасқа? Сіз өзіңіздің қандай қателіктер болды, қандай критерийлер дұрыс емес, соған сіз қайтадан зерделейсіз ғой. Қайтадан зерделей отырып, өзіңізді қатеңізді түзетуге мүмкіндігіңіз бар. Айтады ғой, егер мен құласам, орнымнан қайта тұрып, арғата әрекет жасауға мүмкіндігім бар деп. Осы мүмкіндік осы жерде күшті айтылған, осы жерде күшті қолдануға болады деп айтар едім. Өйткені әрбір мұғалім қолын мен алмадым деп қолын жая салуға болмайды. Яғни арғата әрекет жасау керек деп ойлаймын. Өйткені берілмеңіздер. Сондықтан егер сіздер берілмесеңіздер, өзіңіздің әрекетіңізді дұрыс жолға қойсаңыздар, әрине міндетті түрде оның нәтижесі, оның жемісі болатыны анық. Жалпы байқауға оралатын болсақ, байқау кезеңдері қандай болды және де кезеңдерінің қандай ерекшеліктерден тұрды? Сол туралы айтайын. Яғни үздік педагог байқауының негізі 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңі ол қалалық деңгей, екінші кезеңі облыстық кезең және үшінші кезең ол республикалық кезең. Қалалық және облыстық кезеңдерінде, яғни педагог тарапынан портфолио, одан кейін критерийға сай 15 минуттық сабақ, соны жүктеу керек және эссе жазуымыз керек. Соның барлығын платформаға жүктеуіміз керек болатын. Яғни бұл қалалық облыстық деңгейде, ал республикалық деңгейде дәл осы портфолио, видео сабақтарының барлығы критерий бойынша бағаланады. Үшінші кезеңде Астана қаласында, яғни біз танымайтын оқушыларға, танымайтын ғимаратта, бізге таныс емес, сол ғимаратқа барып, берілген сабақ тақырыбы негізінде балалармен ашық сабақ өткізу. Және бұл ашық сабақты тақырыбын қай кезде береді, сол ерекше болып тұр деп, яғни кім алдағы уақыт осы педагогқа. Яғни егер мен мысалы 27 қазан күні сабақ беретін болса, маған 26 қазан күні сағат 4 кезінде, яғни қандай сабақ тақырыбы, қандай сыныпқа сабақ бересің, сол жайлы бізге жіберді. Сол сағат 4-тен бастап, сол сабаққа дайындалдық критерий бойынша. Оның ішінде ерекше білімді қажет ететін балалар бар, критерияға байланысты жасанды интеллектті қолдану бар, оның ішінде бағалау түрлері деген бар. Соның барлығын критерий бойынша тағы да өз-өзіңе мысалы есеп бересің да, мысалы қысқа мерзімді жоспар жөнінде мынау бар, ерекше білімді қажет ететін бар, саралау деңгейлері бар деген сияқты тағы да критерий бойынша өз-өзіңізді тексересің. Одан басқа, енді ашық сабақ боласын, міндетті түрде үлестірмелік материалдарыңыз бар, соның барлығын дайындап, таңатқыша дайындап, таңертең сабақ бердік, әрине жемісін көрді. Осы тараптан мен өзімнің басшым Арқабай Сабыржановичке үлкен алғысымды айтамын. Өйткені мен сабақ беріп кеткеннен кейін бізге осы басшымыз, біз мектептен 2 мұғалім боламыз, соның бірі мен, сол кісі басшы ретінде айтты, хабарласып телефонмен айтқан кезде билет, Зинегүл Жұмадиевна, сіз біз үшін үздік педагогсыз, өйткені Астананың төрінде сіз ашық сабақ бердіңіз, бұл біздің мектебіміз үшін мәртебе деп. Егер бұл байқау болғасын жеңіс те болады, жеңіліс те болады,
Сондықтан да біз үшін сіз уже жеңімпазсыз деген кезде әрине мен қуанып қалдым. Рахмет айтқым келеді. Ал енді келесі сұрағым, сіз өзіңізді кәсіби тұрғыдан қалай дамытып жүрсіз? Сұрағыңыз өте орынды. Біз педагог болғаннан кейін өзіміздің пәнімізге байланысты әрбір 3 жыл сайын біліктілік арттыру курсынан өтеміз. Бұл міндетті. Енді жаңағы сіздің сұрағыңыз бар ғой, өзіңізді қалай дамытып жүрсіз деп. Мен 1996 жылы педагогикалық колледжді бітіргеннен кейін жоғарғы білім алу үшін университетті аяқтадым. Одан кейін 2020 жылы педагогика ғылымының магистрі болдым. Яғни одан кейінгісі тағы да айтып кететінім 2015 жылдары екінші деңгейлік курстан өткен болатын Алматы қаласынан. Одан кейін осы 2015 жылы педагогика шеберлік орталығының осы Қостанай қаласындағы филиалы шақырып тренер болуға маған ұсыныс жасады. Бірақ мен ол жерде қайда бара жаттым, неге бара жатқанын білген жоқпын. Дегенмен кезінде мен келісіп, өзім келісімді бергеннен кейін бізді Астана қаласына оқуға жіберді. Сол оқуға барысында біз Кембридж университетіндегі Тимоти Гейльфорд, Натала Келлин деген сияқты үздік шетелдік мамандардан білім алдық. Бұл шетелдік мамандардан білім алу мақсаты жаңартылған білім мазмұнын жаңарту, просто тренер бола отырып мұғалімдерді оқыту. Яғни осы жерде мен айтпағым 2015 жылдан бері неке педагогика шеберлік орталығының септігімен мұғалімдердің біліктілік арттыру курсынан да сабақ беріп жүрмін. Яғни курс берген кезінде тек қана тренер болып, арқада ізденісті, одан кейін өзіңіздің мектептегі практикаңызды қолдана отырып, мұғалімдерге практик маман ретінде біліктілік арттыру курсын өткізіп, өзімнің үлесімді қосып жүрмін деп айтқым келеді. Тамаша. Ал енді Зейнегүл Жұмадиловна, сіздің ойыңызша, сіздерде қалыптасқан тұлғасыз педагог ретінде. Сіздің ойыңызша заманауи қазіргі таңдағы мұғалім қандай болу керек? Рахмет. Яғни заманауи мұғалім деген сұрағыңызға тағы да мен мұғалімнің моделін көз алдыма елестеп отырмын. Мұғалімнің моделі заманауи мұғалім. Яғни жан-жақты дамыған, білімді, білікті, жауапкершілігі мол, мектеп қабырғасында балалардың қажеттілігіне сай сабақ бере алатын, оқу бағдарламасының мазмұнын түсінетін, сабақ үдерісінде жаңа технологияларды қолдана алатын мұғалім осындай болу керек шығар. Түсіндіретін және түсіндіре алатын. Яғни өзінің пәніне шебер болатын, өзінің пәнін терең білетін маман. Және ол тек қана маман емес, ол балалармен, оқушылармен жұмыс жасай алу керек. Және мұғалім бола отырып, жаңа айтып отырмын ғой, баламен жұмыс жасаймыз, және ол ата-анамен де тіл табыса алатын мұғалім заманауи мұғалім бола алады. Әрине, ата-ана, демекші ата-ана мен бала арасындағы тығыз байланыс болу керек мұғалімге. Іштік одақ дегеніміздің осы. Әрине, енді осындай үздік педагог байқауының жаңағындай өзінің жеке статусы үлкен дәреже ғой енді. Соған қатысқысы келетін жастар өте көп. Сондай жастарға, болашақ үздік мамандарға қандай кеңесіңізді бересіз өзіңіздің? Мен мына жерде мотивация ретінде. Жақсы. Яғни бұл жерде тек қана жас мамандар қатысын деп айтпаймын мен. Өйткені барлық
мектеп қабырғасында жұмыс істейтін әрбір педагог қатыса алатын байқау. Өйткені осы байқау ертең менің аттестациямда үлесін қосады. Мысалы, мен қазір педагог шебермін ғой, ала жаздап келесі жылдары мен аттестациядан өткен кезінде мен өзімнің портфолиома да қоса аламын. Яғни бұл портфолиода тағы да бір балл жинайтын байқау деп айта аламын. Сондықтан да мына жерде әрбір педагог, және ережеде бар ғой, 5 жылдық өтілі бар әрбір педагог қатыса алады деп. Сондықтан да мен тек қана 5 жылдық өтілі бар мұғалімдер қатыса алады, қалғандар қатыса алмайды деп айта алмаймын. Бұл жерде барлық мұғалімдер қатыса алады. Бұл жерде қандай кеңес бересіз деген кезінде қатысыңыздар. Міндетті түрде әрбір педагог үздік болуға лайықты біздің заманымызда. Тамаша, рахмет. Мынау жас мамандарға осындай бір кеңесіңізді айтқаныңызға рахмет. Ал енді уақыт артқа кетпейді ғой, бірақ дегенмен де сұрайын, егер де уақыт артқа қайтса, өзіңізге педагог ретінде қандай кеңес берер едіңіз? Қалай күшті сұрақ, яғни уақыт артқа қайтса, бірінші егер уақыт артқа қайтса, әрине мен осы педагог мамандығын, қазақ тілі, қазақ әдебиеті педагог мамандығын қайтып таңдар едім. Екінші рет таңдайсыз ба? Одан кейін мен өзім ұстанымым бар, оқы, үйрен, тоқтама деп. Өйткені толдым деген мұғалім, егер мен толдым деген мұғалім осы сөзді ұстанса, ол мұғалімнің кері қайтқаны деп. Сондықтан да мен айтатын едім, қатыс, үйрен, оқы деп. Бұл бір. Екіншіден айтатыным, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтан деп, Абайдың сөзімен өзіңе ақылды бол, еңбегің адал болсын деген ұстаным ұстағым келеді. Өте жақсы, керемет. Зейнегүл Жұмаділовна, сізге үлкен рахмет осылай келіп сұхбат бергеніңізге. Ал енді сізге мектеп сенді, ел сенді, ол сенімді ақтадыңыз. Үлкен болашақта белестерден осылай өте беріңіз. Рахмет.